Достарымызбен қосылып Бурабайға кеттік. Жолы идеальный екен, табиғаты супер екен, маған қатты ұнады. Жол жүретін уақыты Семей мен Өскемен сияқты екен. Осындай тамақ ішетін тапчанды арендаға 15 мыңға алдық. Себебі біз қонғанға емес, бір күнге ғана барған болатынбыз. Достарымның әке шешесі бар, мен мамам барып, үлкен кісілер өздерінің әңгімелері жарасып, жақсы отырды. Бала шағаларды отырғызып, бәрінің тамақтарын беріп, ойнауға жібердік. Көріп тұрғандарыңыздай үлкен әдемі пляж. Тамақ ішіп болғаннан кейін мына жақта папаларымыз шашлық пісіріп бастады. Қазақ бола ма самауырдан шай ішпесе? Үлкен ұлым молодец, әкесінің көмекшісі болыпты. Тамаққа тойып алып суға түстік. Балаларға керемет ұнады. Прямо от души түсті. Секіріп, ойнап, бір-біріне су шашып. Мына жақта кафесі бар. Тамаққа келмесеңіздер де болады екен. Адамдар сондай көп болмады, себебі біз бұлтты күні келдік. Жігіттеріміз суға секіріп жарысты, ары-бері. Күн бұлтты болғанымен, бірақ су жылы болды. Сөйтіп Бурабайға келдік қой деп арыда бері тұрып фотоға түстік. Әке шешемізбен балаларға ұнаса болды дедік та, сонымен қайттық үйге қайтадан.